бірақ дегенмен де басты миссиямызды әрі қарай жалғастырамыз, және де біз шымылдықты жабамыз. Қалай ойлайсыздар? Енді үміткер кімге келуі мүмкін? Гүлвира. Сандуғаш дейді. Көп созбай, үміткердің, жаңа үміткердің таңдауы. Әмір. Қалайсыз, Әмір, жайғасыңыз? Негізі өте таңғалып тұрмын. Себебі бағана 1 минуттарда үміткер жоқ дегендей бір сондай болған енді. Қандай, кім айтты үміткер жоқ деп? Андай сыбыстар, естіп қалдым десем де болады. Бүгін үміткер келмейді деп пе? Иә. Онда бүгінге үміткер жоқ қой, деп қоя салған ғой. Баласахан, байқадыңыз ба? Сіз әмір дедіңіз ғой, Ғалымжан настроение түсіп кетті, бәрі нормально ма жалпы? Неге? Айып, не болды? Тез? Теттек болып қаласыз ба? Кешегі андай жүрекке айтып атқан ғой енді. Ағалық, інілік, махаббат бұл жерде. Мен өзімді бұрынғы кезімді көргеннен кейін өз-өзімді көріп жүрген сияқты болып жүрмін деймін да. Енді жақсы араласып кеттік, дұрыс. Бақытты болсын, дәл осы жерден бірінші үйленіп кетсе, мен қуанатын едім мысалы. Әмір, дайынсыз ба? Дайынмын, Үміткер қашанда келеді? Сіздер оны кейде білесіздер, кейде білмейсіздер. Бірақ дегенмен де дәл қазір студия сыртында тұрған жанды шақырамыз. Дайынсыз ба? Ендеше Әмірдің жаңа үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Танысайық өзіңізбен, есіміңіз? Есім Айсұлу. Айсұлу, жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. 20-да, сіз қай жақтың тумасысыз? Мен Ұлытау облысы Сатпаев қаласынан боламын, бірақ қазіргі таңда Алматы қаласында тұрып жатырмын. Неге Әмірді таңдадыңыз? Біріншіден, енді көзге түсетіндей, ерекше әдемі. Және де